Зейнетке шыққан соң зейнетақы қорындағы ақшаны түгел алуға бола ма? Бұл мүмкін бе? Бұл туралы толық білгіңіз келсе, видеоны қарап шығыңыз. Кейбіреулер зейнетке шыққаннан кейін қордан ақша алу мүмкін емес деп қағидаға сенеді. Негізінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры төлемдері бірнеше жылға созылады және негізгі зейнетақыға қосымша ретінде қызмет етеді. Мамандардың айтуынша қазіргі зейнеткерлер жылжымайтын мүлік және тағы басқа нәрсе сатып алу үшін жиналған зейнетақысын ала алады. Зейнетке шыққандар жинағының бір бөлігін алуға мүмкіндігі бар. Ескеретін бір жайт бар, яғни бұл мүмкіндік міндетті зейнетақы жарналарынан құралған зейнетақы қоры бар адамдар үшін ғана қолжетімді. Ал ең бастысы зейнетақының жалпы сомасы бұрынғы табыстың, яғни зейнетке шыққанға дейінгі жалақының кем дегенде 40%-ын құраған жағдайда ғана ақша алуға болады. Алуға болатын соманы есептеу үшін зейнетақы қорының кеңесшісіне хабарласу қажет. Ал қанша сома алуға болады? Барлық соманы әрине ала алмайсыз. Жинағыңыздың 50%-дан аспайтын бөлігін ғана аласыз. Зейнетақы жарнасының сомасы 10 миллион теңге болса, сіз 5 миллион ғана алуға мүмкіндігіңіз бар. Зейнеткерлер еңбек еткен жылдарына қарай бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемін толықтай ала алады. Алған ақшаны тұрғын үй жағдайын жақсартуға және емделуге жұмсауға мүмкіндік бар. Жиналған сома жеткілікті болса, зейнеткер пәтер, үй немесе үй салу үшін жер телімін сатып ала алады. Сома жеткіліксіз болса, ипотека рәсімдеп, бастапқы жарнаны зейнетақы қорындағы қаражатпен төлейсіз. Бірақ бір мәселе бар. Банктердің көбі зейнеткерлерге ипотека бермейді. Дегенмен зейнетақы қорындағы ақшаны балаларға немесе туыстарға беруге болады. Жинақты балаларға табыстауға бола ма? Зейнеткер бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жинағын өзі үшін пайдалана алады, немесе жақын туыстарына бере алады. Оларға жұбайы, ата-анасы, балалары асырап алса да, асырап алған ата-анасы, өзі асырап алған балалары, аға-інілері мен апа-сіңлілері, оның ішінде әкесі немесе анасы бір болған жағдайда, ата-әжесі және немересі. Туыстары зейнеткер алған қаражатқа ипотекалық несие рәсімдеуге өтініш бере алады. Несиесі болса, оны толық немесе ішінара өтей алады. Қаражатты отбасы банктегі туыстарының депозитіне аударуға болады. Зейнетақы мөлшері өзгере ме? Иә, зейнетақы жинағының бір бөлігін пайдаланғандықтан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлем алу мерзімі де қысқарады. Қалған сома толық таусылғанға дейін базалық және ортақ зейнетақыға қосымша ретінде қызмет етеді. Қазақстан Республикасының азаматтары зейнетақысы 3 бөліктен тұрады. Базалық зейнетақы жасына жеткенде беріледі және еңбек өтіліне байланысты болады. Ең төменгі базалық зейнетақы биыл 28.215 теңге, ең жоғарғы мөлшері 43.407 теңге болды. Ортақ зейнетақы 1998 жылдың 1 қаңтарына дейін кемінде 6 ай жұмыс істегендер ғана ала алады. Ортақ зейнетақының ең төменгі мөлшері биыл 57.853 теңгені құрады. Жинақтаушы зейнетақы жеке зейнетақы жинақтарынан алынады. Жұмыс беруші қызметкерге 10%-ын аударады.